Ол әйелін жер қойнына тапсырды, бірақ бір жылдың да өтпегенін өзі де байқаған жоқ. Ал ең ауыр жазаны оған өмірдің өзі берді. Ержан бірінші әйелін шын сүйіп алған еді. Аружан момын, даусы қатты шықпайтын, үйдің тыныштығын ойлайтын келіншек еді. Олардың 2 баласы бар еді. Үлкені 10 жаста, кішісі 4-ке енді толған болатын. Үй кедей емес, бай да емес еді, бірақ береке бар еді үйде. Аружан қиналып жүрсе де шағым айтпайтын. Ал Ержан оны сол үшін әлсіз көрді ме өзі де білмейді. Әйел адам еркекті шабыттандыру керек деп ойлайтын ол. Сол ой оны үлкен қателікке жетелейтінін білмеді. Аружан ауыр науқастан қайтыс болғанда үйдің іші бірден қаңырап қалды. Балалар аналарын сұрап жылайтын. Ержан не істерін білмейді. Алайда әйелінің жылы да өтпей жатып туыстарының сөзі басталды. Еркекке жалғыз болу қиын. Балаларға ана керек. Жас қой, қайта үйренсін деген. Ержан ойланбады. Қайғыны басқамен көміп тастағысы келді. Сөйтіп Аружанның 40-нан кейін көп ұзамай басқа әйелге үйленді. Жаңа әйел, жаңа ереже. Жаңа әйелі Салима жас, өз мінезі бар, баласыз еді. Алғашқыда бәрі жақсы сияқты көрінді. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгере бастады. Бұлар маған міндет емес деді бір күні Салима. Балаларыңа өзің қара. Балалардың тамағы, киімі, сабағы назардан тыс қалды. Ұрсады, кемсітеді, салыстырады. Ержан көре тұра үндемеді. Өсе келе үйренер деп ойлады. Үлкен бала Алихан қамқор болуға тырысты. Інісін қорғады. Бірақ соның өзі Салиманың ашуын туғызды. Мынау бастық сымақ деп. Кішісі түнде жылап оянатын. Анашым қайда деп. Ержан мұны естіді, бірақ сыртқа шығып кететін еді. Ол сол сәттерде әке болудан қашты. Үйде күлкі жоғалды. Балалар тып-тыныш болды үй. Мектептен мұғалім хабарласып еді, балаңыз тұйықталып кетті деген шағымын айтты. Салима тәрбиелеймін деп жүрмін деді. Ал Ержан отбасылық мәселе деп жылы жаба қойды. Бір күні кішісі үстіне бір шайды төгіп алды. Салима оны ұрды. Қатты емес, бірақ қорлайтындай. Баланың көзі Ержанмен түйіскенде әке деген сөз аузынан шықты. Сол бір қарас Ержанның ішінде бірдеңені сындырды, бірақ ол бәрібір үндемеді. Жылдар өтті, балалар ер жетті, бірінен кейін бірі үйден кете бастады. Үлкені бұл үй менікі емес деді. Ал кішісі тұйық, ашық сөйлеспейтін болды. Тіпті әке демейтін еді. Ержан бәрін кеш түсінді. Көп жыл өткен соң Салима да кетіп қалды. Маған мұндай өмір керек емес деп. Ержан жалғыз қалды. Үй іші үнсіз. Сол кезде ғана ол өзі үйді қалай тосырғанын түсінді. Үйде балаларын ойлайтын. Неге қорғап қалмадым, неге әке бола алмадым деп. Аружанның жүзі түсіне енетін. Үндемей қарайды. Ержан үлкен баласын іздеп тауып, одан кешірім сұрады. Баласы ұзақ үнсіз отырды да, мен сені жек көрмеймін, бірақ енді әке деп те айта алмаймын деді. Бұл сөз Ержанға бәрінен де ауыр тиді. Ал кішісі мүлде сөйлеспеді. Анам тірі болғанда бәрі басқаша болар еді деді. Ержан дәл сол кезде кешірімнің бәріне бірдей берілмейтінін ұқты. Ержан енді бір ғана шындықты біледі. Әке үнсіз қалуға құқығы жоқ адам. Жақындарының көз жасын көре тұра үндемеу ол қиянат. Ал қиянаттың өтеуі болады. Ол қазір балаларын қайтаруға емес, Алладан кешірім сұрап өмір сүріп жүр. Ал балалары, олар әкесінен емес, сол үйден аман шыққанына шүкір етуде. Осымен достар, біздің әңгімеміз аяқталды. Әңгіме сіздерге ұнаған болса, онда видеоға лайк басып, каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарийде осы оқиғаға байланысты, әңгімеге байланысты өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.